Сәлем қошақандарым, мен турист түрмелеріне уайымдап кеткендеріңізді білемін. Бірақ менде бәрі дұрыс, тиканса бауыр қалған болмаса. Бүгін мен сабаққа келдім, мына мен қасында отыратын Мегамозг. Бұл Мегамозг, шын аты Марғұлан, сыныптағы ең ақылды оқушылардың бірі. Осы уақытқа дейін тарих, география, әдебиет пәндерінен өткен олимпиадалардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Бірақ сабақты жақсы оқиды деп ойлап қалмаңыздар, тек қай жерде қалай әрекет ету керек екендігін білетін жігіт. Бүгін сыныпта тазалық жұмыстары жүреді, ешкім сұранбасын, ешкім ешқайда бармайды. Жансұлдауат қызы, бір нәрсе сұрайын деуім бар, сәлін қайсыдан тұрған? Иә, Марғұлан, тыңдап тұрмын. Мен өз сыныптастарыммен әрине классымды тазалағымақ келіп тұр, бірақ үйге қайтуым керек еді. Себебі туысқандарымыз жинап Құран оқытайын деп жатқанбыз ғой, әжем қайтыс болған алдым. Иә, түсінікті, бара ғой. Ал бұл біздің сыныбымыз. Клең мықтылар оқиды. Ал бұл бізде бухгалтер мен тоқшылық. Тоқшылық, как всегда, бір нәрсе жеп отырады. Бухгалтер, шын есімі Нұрдәулет. Барлық уақытта сыныптың ұйымдастыратын отырыстарының шығынын, басқа да шығын пайдаларды дәл есептеп жүреді. Алайда, алгебра, геометрия деген сабақтардан 3-ке оқиды. Абсурд деген осы. Жан досы тоқшылық, шын есімі Ахметжан. Егерде тамақ жемесе, бас істемей қалады. Бір сілеусін күніне 50 килограмм ет жесе, ал арыстан бір күнде 70 килограмм ет жейді. Дейсің ба? Ай, бекер. Не бекер? Анау қолындағы фастфудты жеу бекер. Не? Мен бұны қанша жесем де семірмеймін ғой. Сен қайта осындай тамақ жеп, нан қайнап кеткен ау деймін. Не? Артық салмақпен, семіздікпен ауыратындар денсаулығына көптеген асқынуларға, жағымсыз салдарға және мазасыздарға тап болады. Өкінішке орай ақшта семіздік деңгейі өсіп келеді. Ақшта адамдардың 36,5% семіздікке шалдыққан. 2019 жас аралығындағы балалардың 17% семіздікке шалдыққан. Бұл 12,7 миллионнан астам американдық бала. Болды, бухгалтер, қойшы осылайсы, статистикамен сөйлеңді. Анау анша пайыз, мынау фанты. Америка не қатысы бар бұл жерде вообще? Ай, құдай сақтасын. Бісміллә. Қазір көріп тұрсыздар ғой, екеуі болмайтын нәрсеге таласады да отырады. Интернет тек жігіттерді айта бермей, біз де түсіріп қойсайшы. Ал бұл қыздар Анжела. Жаным өзі бүгін сұлу отыр. Ал қасындағы қыз көзілдірік, жақсы қыз. Анжела, сыныптағы ең сұлу қыз, әрі ақылды. Сұлу бола тұра ақылды болу кез келген қыздың қолынан келе бермейтін іс. Бірақ көзілдірік сияқты алаңғасар құрбың барда, сен әрдайым ақылдырақ көрінесің. Ал бұл Зуткин, суылдап жүрмейтін жер жоқ. Кез келген жерде Зуткинмен бетпе-бет келіп қалуыңыз мүмкін. Ой, Зуткин, сенсің ба? Кетші бар, мен сені. Той жарайды, кетші бар, ашақа ашыма тиіп тұрсың. Мынаған не оған? Ашки әпергенімді соншама проблема қалып. Сен қиялына кері әсер тигізсем кешірім сұрай. Ал бұл Такада мен Табаки. Табаки мектепте ешкімнен қорқпайды. Тек жанында Такада бар кезде. Жағынан салып қалуға Ой, кешіріңіздер. Бұл жігітпен таныстыруды ұмытып кетіппіз. Бұл таусоғар. Қол тиіп кеткен нәрсесін қиратып ала береді. Бірақ әдейі емес. Жігіттер көздеріңе қарап жүрсеңдерші. Таусоғар көзіңе қарамайсың ба? Тұрған жеріңді бөтшітің шығарайын ба? Такада байқамай қалым сен? Ендігіде қайталанбасын. Қасым осы достар, келесі кездескенше қошақандар. Блог жүргізуден қандай қиын. 12 мың оқырман болды. Ең 7-8 мың жинайтын болсақ, сыныпта тегін суши жейтін боламыз. Сол үшін мен қолдандым.
Жалпы бір аптада 1950 теңге жиналды. Дәл осылай жалғастыра беретін болсақ біз 100 000 теңгені бір жылда бірақ жинап бітіреміз. Демек, біз 11 сыныпта кездесеміз ба? Мен үйге қайта берейін де, жігіттер. Ой, отыр. Тыныш. Сен де сонда аптасына 1950 теңгеден жинап жүрмексің ба? Жігіттер, барлығын қойыңдаршы. Ақшаны келесі аптадан бастап жинайықшы. Ал мына ақшаға төртеміз донор алып жейік. Қажетті ақшаны бір айда жинап біту үшін табысымызды 10 есеге арттыруымыз керек. Бұл деген шамамен анамыздың айлығының 15%. Жарайды, жігіттер, мен анама хабарласайын да. Не үшін? Қалай не үшін? Енді айлығының 15%-ын берсін, бухгалтер айтты деймін. Болды, тоқта, таусоғар. Сен енді өз бетімен шешім шығармай қойшы. Қойшы. Мен ойлап таптым, жігіттер. Біз бизнес жасаймыз. Қандай бизнес? Бизнес. По-пацански. Такада, сенің қазақ әдебиетінен үй тапсырмақ бітті. Енді математика қалды. Бірақ біздің сыныпта ешкім математиканы 5-ке оқымайды. Б классындағы Анжела бар ғой, содан сұрақ көшіп берші табаки. Білесің ол мен, вообще жақтыртпайды ғой. О, мен білем сені, кім жақтырады? Мурка, не істейміз бүгін, а? Ешкім жоқ. Ішімізде пісіп кетті ғой. Мурка. О, Мурка. Кім қауласып жатыр екен? Ой, Айдана, қалайсың? Ой, менде бәрі жақсы. Ой, кешірші, мен мүлдем есімнен шығып кетті. Үйде де адам жоқ еді, Мурканы тастайтын. Жарайды, бір амалын тауып көрейін, я? Сау бол. Не істейміз енді, Мурка, сені кімге қалдырам? Мен амалын таптым, Мурка. Good сәлем қошақандарым. Бүгін біз үйде Мурка екеуміз ғанамыз. Ата-анам жұмыстан кешке келеді. Бүгін мен құрбыммен кездесуім керек. Қошақандар, сіздердің араларыңызда Муркаға 1 сағатқа болсын қарай алатын адам табылар ма екен? Оны жалғыз тастап кете алмаймын. Ақысын төлеймін. Реакция күтемін. Бай-бай. Енді күтеміз. Саған қарайтын адам керек, Мурка. О, көзілдір, қалайсың? Сен іздеп жүргенем, тоқтай тұршы. Жақсы, өзің қалайсың? Не керек айта бер, уақытым жоқ мен. Уақытым жоқ? Мәселе Такадаға қатысты. Такада ма? Айта бер, онда не керек? Сенің сыныбыңдағы Анжела бар емес па? Соған айтып Такаданың есебін шығартып түспеші. Көреміз, бірақ маған өйтіп Такадан айтып, ona есеп ала салам деп ойламаңдар. Анжела, өтініш, шығарып бере салшы.